Саламатсыздар ма 7 сынып оқушылары? 2-35 есептен бастап түсіндіретін боламын. 2-35 есептің тапсырмасы өрнектердің қосындысы мен айырмасын табыңдар. Ең алдымен қосындысын табамыз. X қосылған Y-тің өзін жазып аламыз. Мұнда бізде жақшаның алдында плюс таңбасы болғандықтан таңбасы сақталып, сол күйі шығады. X азайтылған Y болады. Мұнда плюс Y пен минус Y қысқарады. X-ке X қосатын болсақ, 2X болады. Енді айырмасын орындайтын болсақ, бірінші жақшаны сол күйі жазып аламыз. Мұнда бізде минус таңбасы тұрғандықтан қарама қарсы таңбамен шығады. Минус X плюс Y болады. Сонда X пен минус X қысқарады, 2Y болады. X квадрат минус Y квадрат қосылған X квадрат қосылған Y квадрат. Мұнда бізде минус Y пен плюс Y қысқарады, бізде қалады 2X квадрат. Енді айырмасын орындаймыз. Бірінші жақшаны сол күйі ашамыз, себебі мұнда бізде плюс таңбасы, плюс таңбасы жазылмайды. X квадрат минус Y квадрат минус X квадрат минус Y квадрат. Сонда оқушылар, мұнда бізде X квадрат пен минус X квадрат қысқарады. Мұнда бізде минус Y квадрат пен минус Y квадраттан екеу екен, минус 2Y квадрат болады. А квадрат минус А плюс 4. Енді жақшаның ішіндегі минус А квадрат минус А минус 4 болып ашылады. Енді ұқсас мүшелер біріктіреміз. Мұнда бізде А квадрат пен минус А квадрат қысқарады. Мұнда бізде минус А минус 2А болады. Плюс 4 минус 4 қысқарады. Енді айырмасын орындайық. А квадрат минус А плюс 4. Енді мұнда бізде минус таңбасы, жақшаның алдында минус таңба тұрған кезде жақшаның ішіндегі таңбалар өзгереді. Плюс А квадрат плюс А плюс 4 болады. А квадраттан 2А квадрат. Мұнда минус А мен плюс А қысқарады. 4 қосылған 4 8 болады. Б куб минус 8 қосамыз минус Б куб пен минус 8-ді. Мұнда на екеу қысқарады. Минус 8 минус 8 минус 16 болады. Енді мұнда Б куб минус 8. Мұнда бізде таңбалар өзгереді. Сонда плюс Б куб плюс 8 болады. Сонда минус 8 бен плюс 8 қысқарады. Бұдан екеу екен, 2Б куб болады. 2-36 есепте стандарт түрге келтіріңдер деген екен. Ең алдымен жақшаны ашып аламыз. 21А квадрат. Мұнда бізде минус таңбасы болғандықтан таңбалары қарама қарсы таңбамен шығады. Минус А квадрат плюс 5 минус 21А квадрат. Енді ұқсас мүшелер біріктіреміз. Мұнда бізде на екеу қысқарады. Сонда бізде минус 12А қосылған 5 болады. Бірінші жақшаны сол күйі ашамыз. X квадрат қосылған X минус 1. Келесі жақша қарама қарсы таңбамен ашылады. X квадрат плюс X минус 1. Мұнда екеу қысқарады. Сонда бізде қалады X-тен екеу екен, 2X минус 1 қосылады, минус 2 болады. Мұнда минус 7X квадрат плюс X қосылған X плюс қосылу
6х квадрат болады. Сонда минус 7х квадрат плюс 6х квадрат. Үлкен саннан кіші санды азайтамыз. Үлкен санның таңбасын жазамыз. Сонда минус х квадрат болады. Негізі 1х квадрат болады, 1 жазбай қоямыз. X'ке x қосамыз, 2х. Енді мұнда бізде 12 минус 5p квадрат. Мұнда бізде жақшаның алдында плюс екен, сойы ашылады, p куб 2p квадрат минус p қосылған 15. Ұқсас мөлшерлерді біріктіреміз. Мұнда бізде 5p квадрат, яғни минус 5p квадрат, 2p квадрат, ең алдымен p кубты жазайық. Минус 5, 2 минус 3 болады. 3p квадрат. Мұнда бізде минус p-ның пары жоқ екен, өзін жазамыз. Сонда бізде 12-ке қосамыз 15-ті плюс 27 болады. Келесі 2-де 37-ші есепте көп мүшенің мәнін табамыз. Мұндағы бізде а минус 5-ге тең екен. Ең алдымен барынша ықшамдап алайық. 6а-ның 5 дәрежесі, мұнда минус 4а-ның 5 дәрежесі. Сонда 2а-ның 5 дәрежесі болады. Мұнда бізде минус 3а квадрат, мұнда 4а квадрат, сонда плюс а квадрат болады. Мұнда бізде минус 2 аның 5 дәрежесі бар екене. Қосамыз 7-ні. Сонда мұна екеуі қысқарады, бізде қалады а квадрат плюс 7. Енді а бізде минус 5-ке тең. Осыны қойып есептейміз. Минус 5-дің квадраты қосылған 7 тең болады. Минус 5-дің квадраты 25. Қосамыз 7-ні тең болады 32-ге. Енді мұнда бізде 5х квадрат y минус 4х квадрат y, сонда бізде х квадрат y болады. Мұнда минус xy квадрат xy квадратпен қысқарады. Сонда бізде қалады минус xy қосылған 7. Мұнда рәсіп қойын. X минус 1-ге тең, ал y 2-ге тең. Енді орнына қойық. Минус 1-дің квадраты көбейтеміз 2-ге, минус 1 көбейтілген 2 қосылған 7. Мұнда квадраттаған кезде 1 болады, көбейтеміз 2-ге, 2. Мұнда бізде минус 2, мұндағы минуспен плюс 2 болады. Қосамыз 7-ні. Сонда барлығын қосатын болсақ 11-ге тең болады. Келесі 2-де 38-ші есеп көп мүшемнің стандарт түрге келтіріңдер. Мұнда біз 3-тің өзін жасаламыз. Мұнда бізде аны көбейтеміз. Аның 4 дәрежесіне арасында көбейтуге, сонда негіздері бірдей болған кезде дәрежелері қосылады. Мұнда 1 дәреже бар деген сөз, сонда аның 5 дәрежесі. Мұнда бізде аның 4 дәрежесі. Енді мұнда минус аның 5 дәрежесі болады. Енді мұнда минус 5а куб болады. Енді ұқсас мөлшерлерді біріктіреміз. 3аның 5 дәрежесі минус аның 5 дәрежесі минус 2аның 5 дәрежесі болады. Мұнда бізде ұқсас мөлшері жоқ екен. 3аның 4 дәрежесінің өзі жазылады. Азайтылған 5а куб болады. Енді мұнда бізде 5 пен 2 көбейтіледі. 10ab квадрат минус 5-ке 3-ті көбейтеміз. 15ab. Мұнда минус а квадрат b болса, мұнда плюс 6ab квадрат болады екен.
10ab квадрат 6ab квадрат қосылады 16 болады, е? Минус, мына жерде бізде минус қой. 15а квадрат б. Минус 15а квадрат б. Минус а квадрат б. Мұнда бізде 1 бар деген сөз. Сонда минус 16а квадрат б болады. Енді келесі, мұнда екін көбейтеміз. 12 x y квадрат минус, мұнда көбейтетін болса 3,2 y куб. Мұнда бізде минус 6 x y квадрат. Мұнда 3 y куб. Одан азайтамыз 1-ді. Енді ұқсас мүшелер 12 x y квадрат минус 6 x y квадрат. Сонда 6 x y квадрат болады. Енді мұнда бізде минус 3,2 y куб. Мұнда 3 y куб. Сонда минус 0,2 болады. Және мұнда біз азайтамыз 1-ді. Мұнда бізде 2m квадрат n куб минус m квадрат n куб. Мұнда бізде 1 бар деген сөз. 2-ден 1-ді азайтамыз, 1 болады. 1 жазылмайды. Сонда m квадрат n куб болады. Мұнда мына екеуі қысқарады. Сонда бізде қалады. Мұнда 2m-нің 4 дәрежесі, мұнда минус m-нің 4 дәрежесі, сонда плюс m-нің 4 дәрежесі қалады. Оқушылар, түсінбеген сұрақтарың болса, пікірге жазып қалдырсаңдар болады. Каналға жазылып, лайк басып, жеке өздерінің пікірлеріңді қалдыруды ұмытпаңдар. Сау болыңдар.